Армысыздар, ардақты көрермен, партиямыздың әбзал саясатының шуағымен түрленген дәуір дидарын, мекен мерейін, заман келбетін, ұлттардың ұлы ынтымағын, халықпен етене өнегемен негіз, күрескер, үлескер рухты, тілге тиек, сырға пернет етін арайлы алқабайдарымызды көруге шақырамыз. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасында шешуші жеңіске жететін шешуші мезгілде автономиялы районымыздағы жерлер кедейліктен құтылдыру қызметін ойдағыдай өрістетті. Мінекей, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы кедейліктен құтылдырудан қамал алуда тартымды нәтиже толағай табыстармен көзге түсті. Айдарымыздың бүгінгі берілімнен бастап Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып қайтқан тілшілеріміз дайындаған желдес хабар назарларыңызда болады. Ендеше сөз кезегі тілшімізде. Армысыздар, ардақты ағайын. Өздеріңіздің сүйікті айдарларыңыз, арайлы алқаптың тілшілері Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Атыш қаласында. Заманында керуен көш озған байырғы жібек жолының бойындағы кәрі шаһар біздей қонағын құшағын жая қарсы алғаны бар. Мерейлі мекенге табанымыз тиген дақ партияның саясатының жемісін, ынтымағы жарасқан, бір-біріне қарасқан, елдің берекесінің иісін сезінген дейміз. Си Цзиньпин жолдасты өткізген партия орталық комитетінің дұрыс басшылығында дамыған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының сізбен және бізбен бөлісер қуанышы мол екені көрініп тұр. Байқаймын, талпынысы бөлек қаланың бүгінгі келбеті таңдай қақтырса, партияның нұр шұғыласына шомған кең байтақ ауылыстағы өмірі гүл-гүл жайнай берген. Бүгінде ауылдағылардың өмірі мен тұрмысы қаладағылардан кем соқпайды. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы кедейліктен арылту қызметінде районымыз бойынша алда келе жатқан облыстардың бірі. Ендеше жақсыны көрмекке тартымды тәжірибенің табысымен танысып көрелік. Әйгілі Памир үстіртінің бойына орналасқан Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы қырғыз, ханзу, ұйғыр қатарлы ұлттар аралас қоныстанған, ынтымағы бекем, қоғамы орнықты, шаруашылығы шалқыған облыстардың бірі. Қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап арқау еткен облыста тиімді саясаттың шүлен шұғыласы мекеннің мерейін асырып, әр ұлт халқы бай бақытты өмірге қадам басты. Дана партиямыздың тура басшылығында толықси түскен ауыл өмірі қаламен қатар дамып келеді. Түрлі тиімді саясаттың жебеуінде 2017 жылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы 1868 отбасындағы 7928 адамның кедейліктен ертерек құтылып, алаңсыз тіршілік етіп, бақытты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жаратты. Тілші осынау мол жаңалықтың бір мысалы болған Ұлықшат ауданы Торғайты шекара өткеліндегі Топо әлеуметтік аумағына барып, тұрғындардың қуанышымен бөлісті. 2017 жылдан бері Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы кедейлерді қайрат жігер арқылы сүйемелдеумен ақыл парасат арқылы сүйемелдеуді ұштастырып, кедейді қалпағын лақтырып тастауда тың нәтижелерге қол жетті. Айталық, шекара өңірдегі қыстақтарды бұрттас ілгерілету, сондай-ақ қала қалаштарды бұрттас жобалау және қалаға шоғырлы қоныстандыру қызметі инженериясын тыңғылықты өрістетті. Менің қазіргі тұрған орным Ұлықшат ауданы Торғайты шекара өткеліндегі жаңа қоныс Топо әлеуметтік аумағы. Топо әлеуметтік аумағы осы өңірдегі 3 ауылдың басын қосқан әлеуметтік аумақ. Яғни таулы райондағы кедей бұқараны қоныс жаңалап көшіру арқылы жаңа қоныста кедейліктен арылу қызметіндегі тағы бір табыс саналады. Шет шалғай таулы өңірдегі кедей егінші малшыларды қысқа уақыт ішінде кедейліктен құтылдырып, жұпыны үйден көшіру ең дұрыс талғам. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы бір тұтас орналастыру, ғылыми сәйкестіру тәсілін қолданып, жоғарының тиімді саясатын икемді атқарып, қаржыны ұтымды пайдаланып, кедейлерді жаңа қонысқа көшіріп сүйемелдеуді тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету жағдайын қалыптастырды. Сондай-ақ тиімді саясатты мақсатына жеткізе үгіттеп, жаңа қонысқа көшудегі қиын мәселелерді шешті. Енді материалдан елуімізше Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы осы жуық жылдардан бері қарай осы кедейліктен арылу қызметінде қамал алып, бір қанша тың жақсы нәтижелерді жаратты және жақсы тәжірибелерге ие болыпты деп естідік. Соның біреуі қазір шарт жағдайы нашар райондардан шарт жағдайы жақсы орындарға көшіріп қоныстандыру арқылы кедейліктен арылту қызметі екен. Ал енді сіздер соның бір мысалы екенсіз. Енді осы біздің тұрған орнымыз Топо әлеуметтік аумағында осы қызметтің бір нәтижесі көріліпті деп естідік. Міне бүгін тәжірибелік сапарымыз осы сіздерге, яғни Топо әлеуметтік аумағының жағдайымен танысуға келдік. Енді осы әлеуметтік аумақтың жағдайын бір түсіндіріп берсеңіз.
Болот Топо коомдук конушубуз Улучат Одандык партиком эл өкмөтүнүн ушу шарт жагдайы начар жерлердеги дыйкан малчыларды шарт жагдайы жакшы жерлерге көчүрүп конуштандырып, кедейликтен арылтуу максатында ушу конушту куруп чыкты. Биздин бул конушубуз 2016-жылы 3-айда башталып, 2017-жылы 6-айда ушу дыйкан малчылар кире баштады. 2006-айда 2007-6 чыныгы кире баштады. Бунда биздин бул коомдук конушка 3 айылдан келген. 3 айылдан келди да, Тойун айылы, Байгурт айылы, Терек айылы деп. Тойун айылынан 59 түтүн бар. 183 нопус. Байгурт айылынан 56 түтүн бар, нопусу 196. Терек айылынан 21 түтүн бар, нопусу 66. Илгериде тау ішіндегі шарт жағдайы нашар жер үйлерінің көнелігінен жауын жауса тамшағып, есі шығып отыратын егінші малшыларға өткен күннің қиыншылығы көрген түстей болып қалды. 3 ауылдан көшіп келген 1369 отбасына ғимараттан жаңа үй беріп, жақсы тұрмыс кешірулеріне шарт жағдай әзірлеп берген партияның қамқорлығына дән риза болған Тұрсын қария үлесіне тиген қонысын қуана әңгімеледі. Жаңа қоныстарыңыз құтты болсын. Жаңа қоныстарыңызға қашан келген едіңіздер? Жаңа қонышқа 2017 жыл 6 айда келдік. Мұшы тамға кірдік келіп. Кірген уақыт. Кірген уақытымыз. Бұрын қандай үйде отырушы едіңіздер? Бұрынғы қоныстарыңыз қандай? Бұрын ақ үйлерде отырат елек. Малдың тезегін жағып, ошоменен ысынат елек. Қара чырақ жағат елек, төк жоғы да агезде. Мына жерге келгенден кейін асман-зымы парк болды. Осы үйде қанша жан саны тұрасыздар? Оқшабайды. 5-тен бар, 6-дан бар, 2-ден бар. Мен 2 нопусмын. 2 нопус. 3 кемпіріме көз. Бала шағадарыңыз? Балдар тақыр айрым. Өші тоғда қалған. Чегарада іштеп атқаны бар, шейжіңді іштеп атқаны бар, бобиен болу іштеп атқаны бар, бекері жоқ анмесе. Аманды қорғаушы, көмір сақшы болып, қоғам ұрлықтылық үшін үлес қосып жатқан жігіттер екен. Бекері жоқ, тақыр үшінді. Мына отырған үйлеріңіз қанша квадрат? 85 квадрат. Енді осы жаңа үйлеріңізге өкімет жағынан қандай көмектер болды? Партия өкімет қандай көмектер жасады? Өкімет жағынан, там жағынан, мұшы тамға 10 элемін көй төлеймін мен өз жаныман. Сонда бұның құны қаншаға тұрады енді үйдің? Басы қаншаға? Бұның умумы құны 123 мың иван. Сонда сіздердің қалталарыңыздан 10 мың иван шықты? 10 мың иван шықты біздің жанымыздан. Мына пасында бірінші қабатымыз дүкен. Ошо дүкенге өкмөт 50 мың көй жардан пул берди. Өсүмүн өкмөт төлөйт. Пулдун дирин мен жандырып берем 5 жылга чакты. Жаңға жайлы жаңа қоныс 3 ауылдан келген егінші малшылардың өміріне тың тыныс беріп, мол өзгеріс әкелді. Ауа климаты, тұрмыс шарт жағдайы нашар ортада аурушаң жүретін қарттардың тыңаюына жаңа орта түрткі болса, әртүрлі қамсыздандыру жағындағы тиімді саясаттар кереметін көрсетіп келеді екен. Бұл қабаттамның жағдайы жақсы, пары бар, газды өкімет ақсыз кіргізіп берген, сыныш төк бар, жақын арада доктор бар, артайған кішілердің кесел болуш салыштырмасы балдырқы көні айылында жүргеніне қарағанда көптен көп жақсы болып кетеді. Кесел болсақ докторға даваланып атабыз уағында, бірема доктор жақтан жақшы көтеріп атат. Докторға давалансақ 100% өкімет көтеріп беріп атат. Мен 4 картаңнан пул алам, 800 көй ай сайын аны уағында алып атам. Анын сыртында мұшерге келгендердің жаш балдарды тақыр емгек орындаштырды. Емгек тап берді өкіметтен. Ошону менен пул тап, алар байып атат. Біз мынау 70-ке кірдім мен. Мұшерде бір бобен болып іштеп атам, 2500 көй алам ай сайын. Мен кіргелі 4 ай болды. 10 мың көй алып болдым. Ошондай кылып мен өкмөткө сүйеніп албай, өз күчүмө жөлөнүп,
өзімді өзім бағам деп осындай іштеп атам. Мындай жырға заманды өтіп атабыз, партия өкіметке рахмат дейбіз. Улукшат аудандық парткомен үкімет облыстың бір тұтас орнастыруына сай Торғайты шекара өткелдің әбзалдылығынан ұтымды пайдаланып, әлеуметтік аумақты 9 жолдың торабына салып, бұқараның түрлі кәсіппен шұғылданып, ертерек ауқаттануына негіз қалады. Осылайша кедейлерді жаңа қонысқа көшіріп сүйемелдеу, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың маңызды түйін екенін топы әлеуметтік аумағы тағы бір қырынан дәлелдеп берді. Бұл жерде азыр келген қоныш тұрғындары партия өкіметтің қамқорлығында тұрмыштары жақсы өтіп бара жатады. Бұл партия өкіметке бұл біздің қоныш тұрғындардың алқышы аябай көп. Партияның екендің берімділігін, ұлттар интимақтылығын, қоғамның тұрақтылығын сақтап, қонышымыз жайбарақат жақсы кетіп бара жатады. Жоқта Бурылтоғай аудандағы түйе бағымшылығымен шұғылданатын малшылар Шинжаң Уаңюэн биоғылым техника тобының ұйымдастыруымен маңызы бөлек сапарға шығып, көңілді саяхат жасады. Ендігі хабарды түйекештермен бірге жүрген тілшілеріміз жалғайды. 是咱们望源集团成立以来，每年组织一批的，其中的一批，连续几年以来，每年都有这样子的活动。 Жуықта Шинжаң Уаңюэн биоғылым техника тобы думанға бөленіп, жүздеріне шаттық лебескен түйешілер көңілді сапарға дайындалды. Әуелі мынау шағын жиын залында Шинжаң Уаңюэн биоғылым техника тобының қатысты басшылары саяхатқа шығатын 16 түйекешті құттықтап, оларға ақ жол тіледі. Бурылтоғай ауданындағы түйе шаруашылығымен шұғылданған малшылардың еңбегі жанып, әр жылы еліміздегі ірі қалаларда саяхаттаудың салтанатын құра бастаған. Осындай үлкен іс-шараны қолға алып отырған Уаңюэн тобы әр жылы түйекештерді шабыттандырып, қаржылай сыйлаумен қатар, ішкі өлкелерге саяхаттатып отырған. Биылғы саяхаттаудың сәті астанамыз Бейжің қаласы мен Шиян қалаларында жалғасын табады. Алдағы жерде бізбен бірге болыңыздар. Енді осы жолғын мына мәшіне ішінде айтып отырайық, осы жолғы сапарымыз енді бір апталық сапармен кетіп жатырмыз. Бурылтоғайдан шығып, бүгін міне Алтайға барамыз. Алтайдан айырпланға отырып Шиянға барамыз. Бұл Шияннан 2 күн сол жерде сапарлап, одан кейін Шияннан қайтып Бейжіңге барамыз, орталыққа барып, орталықта 3 күн боламыз. Сапарымыз енді сәтті болсын енді. Бурылтоғай ауданындағы түйешілердің еліміздегі дамыған өлке қалаларға саяхаттауының басы бұл емес. Биылғы жылғы 4-ші топтағы ауқаттанған түйешілердің көз аясын кеңейтуге арнаулы ұйымдастырып отырған Шинжаң Уаңюэн биоғылым техника тобы әр жылы 15-20 түйешіні Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шанган, Алмын сияқты дамыған орындарға тегін саяхаттатып келеді. Міне бүгінде Алтай қаласынан ұшаққа отырған түйешілер зеңгір көкке шарықтай ұшып, еліміздің құс қанаты талатын ұлан байтақ өңірін тамашалай отырып, Шиян қаласына жетті. Шиян қаласы еліміздегі байырғы мәдени қала. Мұндағы неше мың жылдық тарихқа ие патша ордалар мен Чин Шихуаңның қабірінен қазып алынған айбынды атты әскерлердің мүсіндері тек еліміз ішіндегі ғана емес, шетелдік саяхатшыларды да ерекше баурайды екен.
Міне Шиян қаласына кеше келдік. Бүгін осы Шиян қаласындағы байырғы мұраларды, байырғы мәдени мұраларды көрдік, байырғы көне қалаларды, патшалық дәуірінде құрылыстарды көріп жатырмыз. Осы барыстан алған әсеріңізді айтып беріңізші. Бұрын мен енді отбасы, ошаққасы дегендей үйден шықпағам. Осындай үлкен қалаға келіп менің көргеніме қатты қуаныштамын. Бұрын мына айырплан өтіп көргем жоқ. Мына үлкен қалаға келіп енді Шиян деген қалаға келіп көне мына байырғы мұрадарды көріп көз аямыз жаңадан кеңіді. Біз мынандай енді біз осы түйе шаруашылығының сүт қайнары болмаса бізде мынандай даму жоқ еді енді қазір. Осының арқасында қолдап қуаттауында партия мен өкіметтің арқасында осындай күнге жеттік. О партия мен өкіметке рахмет, халықтың қолдауы, партияның қолдауы бізді осындай дәрежеге жеткізгеніне мың рахмет айтамын. Осындай үлкен қаланы көріп көз аям кеңіп, мынандай мәдениеті халықтың дамыған, осындай үлкен қалаға келіп менің көргеніме қатты қуаныштамын. Партия мен өкіметтің арқасында осындай күнге жеттік. О партия мен өкіметке рахмет. Шиян қаласындағы байырғы мәдени орындардан сырт қала көрінісінің көз тартар әсемділігі, ондағы тарихи құрылыстардың өз әйнінде сақталуы, әсіресе алуан шырақтармен безендіріліп, жұлдыздай жамырап, көзге оттай басылатын түнгі қала көрінісінің айбыны тамашашыларды қызығына бірден батырып әкете берді. Шиян қаласында 2 күнге ұласқан көңілді саяхат жасаған түйекештер 3-ші күні еліміздің ұшқан құстай дамуының куәсі болған жүрдек пойызға отырып, Астанамыз Бейжіңге қарай жолға шықты. Пойыз іші гу-гу әңгіме. Бірде атасында отырмаған ұшақтың қасиетіне тамсанса, бірде жүрдек пойыздың жер апшысын қуыра сағатына 300 километр жолды еңсеріп келе жатса да, жүріп тұруға жайлылығы, жол бойындағы көз жеткісіз тақталы атсыздар, тау мен иық тиістірген шырайлы қалалар тілге тиек болып, осының бәрі дана партияның дұрыс басшылығымен қолға келіп, халықты бақытты тұрмысқа кенелтудегі әбзал саясаттың жемісі десті. Ал аға, міне Шиян қаласындағы 2 күндік саяхатымызды аяқтатып, Астанамыз Бейжің қаласына кетіп бара жатырмыз. Қандай терең бір тебіреністе келе жатсыз өзіңіз? Бейжіңге сол 16 түйеше кетіп бара жатырмыз. Ертең Тиананмен алаңында ту шығару салтына қатынасамыз. Өте қуанышты кетіп барамыз енді. Мына жүрдек пойызға бұрын отырып көріп едіңіз? Жүрдек пойызға отырып көргеніміз жоқ. Бұдан бұрын. Енді міне көріп сырттай естігенбіз, бірақ түскеніміз жоқ. Міне түсіп ішінде енді зымырап келе жатырмыз. Мен бұрын енді жекелік кәсіп трактордармен шұғылданғам. Жер жыртып, егін салып, одан мына Оян Тонайға түйе шаруашылығына кірдік. Одан кейін ол партия өкіметтің қолдауында осы дәуірге жеттік міне. Түйеміз бұрын адеп шыққанда 10 шақ түйемен шыққанбыз. Қазір 80-90 түйеміз бар. Жылдық айлық кірісіміз 30-40 мыңнан аламыз. Сонымен өкіметтің қолдап қуаттауында осы дәуірге жетіп, осы заманды көріп, міне осындай орталық Бейжіңге дейін кетіп бара жатырмыз. Бұл Астанамыз Бейжіңдегі Тиананмен алаңы. Таңсыз беруге бірер сағат уақыт бар болса да, ел іші сыртынан келген саяхатшылар мен жергілікті тұрғындар иін тіреседі. Бәрі де айбынды ту шығару салтын тамашалауды асыға күтуде. Бурылтоғай ауданнан келген түйешілер де оңтайлы жерден 5 жұлдызды қызыл тудың көтерілуін көруге қатарға тұрды. Көкіректерін қуаныш сезімі билеген қарапайым малшылардың жүздерінен шаттық лебесті.
шығыстан күн қияқтана нарт қызыл ту Тиәмін алаңында көтерілді. Осында жиналған мыңдаған тамашашының қатарында сонау алыс Алтайдан келген қарапайым малшылар тұр. Олар партияның шексіз шапағатына, ұлы отанның ыстық құшағына риза көңілмен бас иіп, 5 жұлдызды қызыл туға мақтанышты сезіммен қарауда. Осыдан кейінгі сәттерде түйешілер әуелі Мауздуның ескерткіш сарайына кірді. Халық сарайы Гугун сарайын тамашалап, суретке түсіп естелік қалдырды. Әрі отанымыздың қатпары қалың мәдениетін сезініп, өздерінің отанға деген шексіз сүйіспеншілігін білдірді. Астанамыз Бейжіңнің көз сүріндіретін көркем келбетін жалықпай аралаған түйешілер қауымы кеш бата Хайден районындағы Уаңюен түйе сүті өнімдерін арнаулы сату дүкеніне ат басын тіреді. Шағын дүкендегі сөрелерге Шинжаң Уаңюен биоғылым техника тобы өндірген желілес өнімдер ретті тізілген. Дүкен басқарушылары өздері базарға салып отырған өтімді тауарлардың шикізатын қамдап отырған қазақ малшыларын көріп қатты қуанды. Әрі базар жағдайын, қаридарлардың сұранысын бір-бірлеп таныстырды. Ал ендағы өздеріңіз осы түйе сүтімен қамдап отырған Уаңюен тобының өнімдері мінекей енді астанамыз Бейжің қаласында сатылып жатыр екен, арнаулы бас дүкенде. Қандай көңіл күйде тұрсыз? Мен осы жолғы саяхат барысында ерекше қуанатын жағдайым. Мен енді партия мүшесі салауатыммен Тиәнәмен алаңына ту шығаруға қатынастым. Оған ерекше айрықша қуанам. Оның кейінгі жағдайда мына Бейжіңдегі сүт өнімдері дүкеніне келіп тұрмын мен. 24 түрлі мынандай өнімнің Астанамыз Бейжіңде сатылып жатқанына қуанамыз. Әрі осыдан кейінгі жеке ғана біздігі саяхат ғана емес. Осыдан біз тәжірибе алмастырып, осыған ой-өрісімізді кеңітіп, сана сезімімізді ұйымдастырып, шоғырландырып, бұдан кейінгі кезеңдерде атамыз көрмеген мына бақытқа, мынандай ортаға, Астанаға келіп отырған өзімізді бақытты санаймыз, әрі қуанамыз. Бұдан кейінгі біздің ұрпақтарымыз бізден де жақсы болып, бізден де биік өреде болып, мұндай орталардан, биіктерден көрінсе екен деген тілегіміз бар. Бұдан кейінгі кезеңдерде мына жалпы еттік сүт өнімдерін бұдан кейін ауылымызға барғанда да ерекше үгіттеп, бұдан да жақсы өнімдерді сапалы ғылыми техника жартыласқан жақсы сүттермен қамдауға ерекше үлес қосам, әр күш шығармақшымын. Бейжің қаласындағы салиқалы саяхаттың маңызды бір кезегі Ұлы Қорғанға шығу болатын. Алып ұшқан көңілмен әлемдегі ғажайыптар қатарындағы Ұлы Қорғанға бет алған түйекештер көзеулі уақытта Бейжің қаласынан 75 километр қашықтықтағы Бадалин Ұлы Қорғанына жетті. Бадалин теңіз деңгейінен 805 метр биік тұрады. Тау бітімі құлама, аса қатерлі болғандықтан жалама шыңның үстіндегі қиын асу деп те айтылады. Ұлы Қорғанға шығып, еңбекші халықтың ақыл парасатының жауһары атанған келісті туындыдан ләззат алған түйекештер ерекше шаттанды. Бұл реткі саяхаттау барысында Астанамыз Бейжің қаласына келіп, Тиәнәмен алаңындағы ту шығару салтына қатынастыңыз. Көңіл күйіңізді білсек? Қазір мен ерекше тебіреністі көңіл күйде тұрмын. Біздің ұлы жұмқамыздың Астанамыз Бейжіңге келіп, мен өз өмірімде осындай құдіреттенген бай, көркем Бейжіңді Астанамызды көреміз деп өмірімді ойлап көргем жоқ.
Мен осы Бейжіңде Тяньаньмин алаңында ту шығару салтына қатынасып, ерекше қуанып отырмын. Бүгін міне Ұлықорғанда тамашалап саяхаттап тұрмыз. Бұдан бұрын ауылдан өзге жаққа шықпаған бір малшы диқанбыз. Әділ партияның саясатында Шүлен шұғыласының астында баяшатты, байбақытты күнге жетіп, осындай ұшаққа отырып, жүрдек пойызға отырып, ішкі өлкенің дамуына көріп көзайымыз кеңіді. Ұлы отанымыздың осындай байып, дамып, жалпы халыққа осындай Шүлен шұғыласын шашқанына ерекше тебіреніп тұрмыз. Мен қарапайым малшымын. 2009 жылдан бастап түйе шаруашылығымен айланыстым. 2009 жылдан бастап түйе сатып алып, алдыңғы завод кеп орналасқаннан кейін алдыңғы түйе бағымшылдағы елді көріп, бір даму жолын көзаясын кеніп, диқан малшыға келген партияның бір тиімді саясатынан игіліктеніп, қойымды түйеге айландырдым. Қазір 120-ның үстінде түйем бар. Осы күнде жылына 13 тоннаның үстінде сүт құйып тұрмын. Жылдық кірісім 300 мыңның үстінде. Ол тек сүттен ғана кіріп тұрған. Сонда бір күн сүтімізді таза, сапалы сүт өткізіп, мемлекетіміз жер-жеріне дейін заводтың өткізіп, осы күнгі біздің ұлтымызға істеп жатқан Бурылтоғайдың түйе шаруашылығына тиімді саясат жаратып, түйешілерді қолдап, Бурылтоғай ауданына, өкіметіне алғыс айтамыз. Партияның шұғылалы саясатында ауқаттанған түйешілерді әр жылы осылай саяхат жасауға жебеп келе жатқан Шинжаң Уаңюн биоғылым техника тобынан ұғысуымызша, олардың көздегені дамыған өлке қалаларды экскурсиялату арқылы қарапайым малшылардың көз аясын кеңейту екен. Осы ретке мынау түйекөштерді ішкі өлкелерге саяхаттың жалпы мән-жайын түсіндіре кетсеңіз. Біз осы жолы Уаңюн тобының орналастыру бойынша малшыларымызды ертіп, Шиян қаласына, Бейжің қаласына келіп саяхатқа келдік. Содан осы Бейжіңге келгеннен кейін Бейжіңдегі астанамыздағы ту шығару салтына қатынастық. Бұл ту шығару салтына қатынасқаннан кейін малшыларымыз өте тебіреніп, партияға, өкіметке рахметін айтып жатыр. Осындай абзалды жақсы саясат беруіне разылығын білдіріп жатты. Бұдан бұрын біз енді мынаны осының алдында 3 рет осы малшыларды ішкерге, сырт орындарға апарған. Мисал айтқанда, мына Шанган, Аумын, Шынжын, Гуаңжу сияқты жерлерге саяхатқа апарып келген. Ал енді осы жолы арнаулы түйешілеріміздің өзінің отанға деген сүйіспеншілігімен, өздерінің талабыменен біз Бейжіңге баруды талап қойғаннан кейін арнаулы осы 16 түйешін алып ту шығаруға қатынасуға әкеп қатынастырып отырмыз. Құрметті көрермендер, көрікті Шиян қаласынан бастау алған 7 күндік саяхат сапарымыз мінекей астанамыз Бейжің қаласына ұласып, түйекөштеріміздің көңілінен қуаныштың лебесті. Тяньаньмин алаңындағы ту шығару салтына қатынасқан малшыларымыз тебіреністі көңіл күйлерін бөлісіп жатыр. Әр баспалдағы тарихқа толы дүниеге әйгілі мынау Ұлықорғанға бүгін міне саяхаттай келдік. Нұршуақты заман, ынтымақты қоғам құшағында жасап жатқан әр ұлт халқы дана партияға, ұлы отанға деген ізгі тілегі айрықша алғысы шексіз. Осындай берекелі заман бесігінде тербелетін малшыларымыздың саяхат күні кейінгі малшыларымызға да жұғысты бола берсін. Міне осылайша 7 күндік уақытпен дамыған қалалардың озық үлгілерінен шабыт алған түйекештер отанды сүю, партияға алғыс айту, партияның үніне құлақ асу, партияға ілесудей айнымас бекіммен сенімін әйгілеп, шат мереймен ауылдарына қайтты. Осымен біздің Шұбат мекеніндегі шалқыған шаруашылық атты желдес хабарымызда соңына шықты. Арайлы алқап қашанда партия саясатының жемісіне күбә. Бүгінгі хабар аяқталды. Сау болыңыздар.